Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Тегі сыныпташлар деп атайм енді татарша, орысша одноклассники деген видео қойған ем. Шышы тігі бір урамда барып, тігі табикларны тыңнағыз деп. Табиклар тыңнағыз деп. Сонда бірсі yazған деміш. Неда Фейсбукта бірсі yazған, башта айтып шығайым әлі. Мен айттым, табиклар, ол әйті, ол көп Аллах тағала қошқан, шуны яшайсың нәрсе деп. Әйтәсін келе, біріншіден әлі мәшітті бұлдық бейт. Еғышлы дарулар білен, аурулар, ширлер білен, еғышлы ширлер білен мәшітке ермәгіз деп, бек урынны шондай худба оқыды. Вағаз дейлер, ол менің дұрыс болса бәйрам күнні, мұндай емға күнні ол не енді? Бәйрам енді тігі, ұлы бәйрам, құрбан бәйрам, хам ураза бәйрам, мәселен, андаймыш неде вағаз деп аталады. Мұндай емға күнлерді худба dey. Шул мәселен, шул худбада айтты енді біздің құрметлі имам хазірет ол айтты. Еғышлы шерлермен жүрмәгіз dey. Кімдір еміш, міне Аллах Тағала қошмаса, шерләмейсің деп, мен айтам, бигірәк енді артық. Мен аны оқыған мәселен, айтқан аны Аллах Тағала бір хадисінде ме, Пайғамбар алейхиссалам арқылы әмәрді шерлесәгіз, дұға қылыса, нәрсе, дұға не, шул давалағыз, шул дұға сөзі білен, нәрсе білен болмаса де, барығыз доқтырға деген, табипқа барығыз деген. Көрдіңіз мені, бірді айтмаған бет ол не. Кіші надан, білімі аз, шунда тұтыналар бір-бірсін үйретірге. Енді екінші көшегәл, екіншісіне мәселен, тігі сыныпташлар, яғни одноклассникларда бірсі оқығанда тыңнаған енді тігі, ел бойына сөйлеп барған. Нексіз не де? Анда де ел бойына нәрсе деп емеш яратмаған. Нәрсені көрсетірге сізге міне. Стенаны көрсетірге ме? Ел енді нәрсесі баран. Мен енді ол бұлай рәнжетіп язмағаш, енді мен анаға жауап та бермедім, етем яри. Қайсы уақытта шулай тұтыналар. Қайсы уақытта ол тігі комментарий деп атайлар бит ол мәселен. Аны файдасы да бұла. Мәселен, мен аны Фейсбукта бір шақта қойған ем тігі. Ол мәселен білесіздер, қымыз. Ол әгер де яңас алған болса, анын градусы да жоқ десе бұла. Чүнки ол міне ғұмыр бойына ішмеген кіші ішіп қарай аны сезілмей бір нәрседе ішкенін. Шу айтасы келе яңа ясалған. Шул мәселен мен аны алдым да бір уақытта қымызны үстелге қойдым да көбейтіп, фото түсірдім, енді қойдым. Міне нәрсе йылқы, яғни бия сүтінен шулай деп. Менге анда тігі Түркияға кетіп қалған бір татар таныш yazған, анда yazылған ол бия сүті деп. Әлі ол жоқ деп yazған, анда yazылмаған деп. Шул ихтибар еттім енді мен. Ихтибар еттім да, соңына қарасам, анда жоқ екен. Енді міне бір неше күнілік көргенсіздер видео. Анда наесіне журналист деп. Кірдім, шуны сатып тұралар. Кірдім де айттым ол кибітшісіне. Мен айтам, ол бет бияның сүті жоғанда, жоқ деп мен білен бақасташа. Шынас мен айтам, қарағанда, бар ма бір сөзі ішмасам? Жоқ деп. Мен шылай. Шынас мен шығып кеттім да, мен айтам, яри мен айттым, алар бет ғафу етігіз біз әне марқым айтады, қуатты күтіне дәлмей. Шыншы күтіне дәлмей ол халықны алдарға деп сатып тұра. Шынас мен аны яңадан кірдім да, видеоға түсіре башладым. Шында тұтындылар алар меңе. Мен айттым, мен журналист, мен ішләп ятам нәрсе деп. Шырасын әлі бүгін бір кибітке кірдім шол. Бір кибітшіге айтқан ем. Ол айты, аның не хақы бар бәйленерге сен бетелерін сәшлеп беріп. Мен айтам, мен аны кибіттінде түсірмәдім беталарын. Тек шол тігі қымызны түсіре башлаған ем. Келіп бәйлене башладылар. Шынасын ақырында мені қолымнан тартқалап, тігілі айтып, бұлай айтып, келіп екі айтмайм енді милләтін айтырлар қазір. Біз мені туғандаш халық, шына көре әйміш, сені аларына тиме деп. Алар өзіміздің татар халқында ямалына башасаң, бірсі неге татарын ямалнайсың де, тігілерін айтсам, шына айтмайын милләтін. Айтам енді шол Кавказдан еміш. Шол келіп мен бейленіп яталар, қолына үзгәлеп. Анда қысқағына видео бар, 8 секунд. Шында көрініп тұра қыз үзгәлегені. Ақырында
тоқтаттылар да мен удостоверение көрсеттім. Енді бәйленмей башладылар. Шастығы қатын қыз мен бәйлене башлады. Мен аны екінші шығарышта ясадым енді. Тігілай, бұлай. Мен айттым бет, мен сізге айттым бет, мен журналист дедім, документіні көрсетірге керекте. Мен айттым, мен сізге айттым бет, шекленсеңіз полиция шақыртыңыз. Шақыртыңыз полиция. Ник міне кіші алдап тұрса, имеш, мен журналист болмайшы полицияны шақыртыңыз. Айтам ол, жоқ. Бір қашанда айтмай, аферист ол мәселен. Мен айтам, шақыртыңыз, шанмасағыз. Мен мұнда түшіріп атам. Міне шул халық көбісінше аны алдылар. Міне тап шушы жерде, міне айтасы келе, міне қабатлап сөйлеменді, міне. Келік ұшы жерде, міне тап ұшы жерде, міне. Неше елілік әлі ол езім, виноград мә, нәрсе деп нетелерінде. Шул біраз дефицит десе бұла, күскін алайтик, еш шықмайдыры. Шушында шират басқан, орамда өлшеп кебетші сатып тұра. Мен аны алдым да 1-2 кило машар кебетке кіртіп өлшесем, қар килодан 230 грамм жетмей. Мен енді барып журналист боларақ текшіре башлаганым, бір еркіші орыс қашаған шираттан ақыра башлады, қымашалама анарға сатырға дейм. Міне көрдіңіз ме? Сен мәселе журналист боларақ халық мүнәфағатын яқылап, халық үшін қайғырып, нетесің мүнәфағатларын қайғыртып. Алар сені қағалар емеш, сен мұнда қымашалла берме аяғыр. Мен едім, әлі сіз ақымақ әнәрсе, өзіңе ярый сені тілесең алдасынар деп. Алдасынар сені, бұтен кішілер нексіз алдат тұрасың сен анда. Сенің не хақың бар бәйлендірге міне. Шуда айтасың келе, халық міне бір қашан құпламай, бір қашанда құпламай. Ол бәрібір енді міне орамда бәйсәлсін полиция. Депутат шағымда мен келіптігі. Біз анда бір кафе нәрсем шunda шыққаны күтіп тұралар да, келіп бәйленелер, алып кетелер. Мен аныш аларында қара. Алар қаралап тұрадыр, полиция, олақта милиция. Шуларны, шунан әзірек бәй қызмет хақын алға, шunda барып, шunda отырып шығалар. Аларны милиция тұтып алады, алып кетедір, штрафовать деп. Мен аны тоқтатам да аларны, мен депутат деп, тігілерін бошатадыр. Мен енді шыққан кішіне яратмайм артық. Шunda да қарамастан мен енді мәйтем, бұлар мұнда бек ермәсінлер, тапқанлар мәйтем. Әлі қоя әзілемейлер, ауына бет қалынарыны. Әзгіне ішкенні шуа бәйленелер енді. Шүнкі мұның бет қызмет хақын алған да ақшасы бар. Урамда ауына бет қан тігі мұжын ақшасы жоқ бет. Шуа күрі алар, шулай өздерін тұталар енді міне. Коммунистлар шырында айтасым келе түрлі болды енді. Нұршында қарамастан келе ол хүкімет яқлыдыр журналистін. Қазірде енді бар енді айтасым келе міне. Уголовная статья %44 анда язған воспрепятствование профессиональной деятельности журналист деген анда 80 мың сум штраф, хатта ярты ел уршайтмыш исправительной работы, тағы нәрсе. Вот, ал айтасы келе ішлейм әлі айтелер, работает эта статья деп. Ішлейм ол білмейм. Шына көре міне халық, жәмғият мәселен халық яқылап шықмаса журналистларына. Алар бірсі тұтына, екінші тұтына. Оны қазір бет көріп тұрасыз, жәмағат газетлерді. Алар кел мақтап, түрелерге бараларда, ялағайланып тігі сұрау берелерді, түрелерім әлі мақтаналар. Көп мұғырлашқан қайсылары жетекшілер айтмейлер мәселен. Мақтаналар, халық үшін шуны ішледік, тігілер язады. Міне шул. Әлік бетті журналистер алай болмады, бәрбір нешіктір қию болдылар. Шунда нешегенде острые вопросы қаты сұрауымен нәрсе деп айтырға болады енді берелерге. Мәселен, міне сіздің сөйлеп етқан кіші де шулай айтадыр. Қазір қызғанышқа қарсы алар қорқалар ма, нәрсе ме, тек тігі информацион жанрдағына тек язалар, ол уақытта болады хатта корреспонденция мәселен, анда аналитика түрлі нәрсе, танқитләп нәрселер. Қазір қызғанышқа қарсы жоқ енді ол. Тек шол тігі баш мұхарирәрі газетінен алар түрелерден қорқаш, шуна көре әлі тігі түрелерден дұшман боласы келемей, шуна көре алар енді нетелер енді танқитләгәнді шығармайлар, заказ бермейлер журналистқа. Вот. Мұнда уақыт бітіп барады, мен түсті бә, яғни сол лесті біздің редактор неде принципиал болғанын сөйлеп берем деген еместір. Бәлкі соңынан бір сыңнасағыз, шында айтып салырмын нешік. Сау болыға салайса, әкте барыңыз үшін зор рахмет.